Хамза деген есім қалай? Жақсы. Жұмыста бесін оқырда дәрет алу қиын. Аяқта етік, сыртынан маск тартуға бола ма? Үйден жуып шығып келсеңіз болады. Шешпесеңіз. Нұрлан аға, намазда Фатиха сүресінен кейін екінші бір сүре оқыларда Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айту керек па? Таласты дүние. Біздің Ханафи мазхабында айтпайды, бірақ айтып қойса да намаз бұзылмайды. Айтып жүрген мазхабтар бар, көп адамдар айтады, бірақ біздің елде айтылмайды, сондықтан айтпай-ақ оқи бересіз. Егер айтып жіберсеңіз, намаз бұзылатын дүние емес. Неке жаңарту дегенді айтып беріңіз. Неке деген жаңартылмайды, неке бар неке сол күйде қалады. Некенің сұрау көрінісі болмайды. Истиғфар жайында айтыңызды. Истиғфар деген Алладан кешірім сұрау. Кішкентай баланы көшеде тылсым дүние өздігімен піштіріп кетіпті. Осы жайлы айтыңызшы дейді. Енді дәрігерге апарып бәрібір. Эко жайлы біздің дінімізде рұқсат етіле ме дейді. Рұқсат етілген жері бар, рұқсат етілмейтін жері бар. Әйел, күйеуі, екеуі өздігінің табиғи жолменен бала көтере алмаса, екеуі некелі адамдардың дәрігердің көмегіне жүгіну арқылы конспиралды түрде бала көтеру түрге жүгінуіне шариғат қарсы емес. Тек қана сенімді дәрігер болып, және екеуінің ғана ұрығы продуктысы қолданса, проблема жоқ. Инстаграмды өзіңіз жүргізесіз бе дейді. Тек қана өзім жүргізем. Нұрлан аға, аяғым ауыр, 8 ай намаз оқу қиын, не істесем болады дейді. Отырып оқисың, қарындасым. В женские дни можно говорить салават? Можно говорить. Салават, зикри, дуа можно делать. Даже тех дуа, которые приходят в Коране, их тоже можно говорить. Допустим, дуа, которые приходятся в Коране, допустим, «Раббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар». Это идет аят из Корана, в любом случае можете это говорить, в этом нет проблем. Но в виде храата, то есть чтения Корана, нельзя. То есть только читается дуа. Салават тоже так читается. Азкары тоже читается. Аяғым ауыр, басым қатты ауырып жүр. Қандай сүре оқуға болады? Докторға көрін сен. Басың қатты ауырса сүрені қоя тұр. Докторға көрін бірінші. Докторға көрін, мүмкін сен басыңда бір өзгеріс болып жатқан шығар. Томографияға түс. Әйел кісілердің өзі көп аурулары бала көтергенде басталады. Нерві сөгөзі көтеріледі. Неге аяғы ауыр келіншекпен ажыраспасын дейді шариғатта. Ажырасуға тыйым салады аяғы ауыр кезде. Таза емес уақытысында. Неге? Өйткені ол күндері әйелдердің сырлы күндерінде табиғат өзгереді, мінез өзгереді. Баладан ішіне бала пайда болады, ішіне бір өмір пайда болады. Өзінде басқаша өмір пайда болады, түсінік пайда болады, махаббат пайда болады, кейде жек көру пайда болады. Осының барлығынан өту қорқыныш пайда болады. Сол кезде аузына ақ ит кіріп көк ит шығып, немесе жерік болып, бір нәрсені жеймін, жемеймін деп мінез өзгеріп, әртүрлі жағдай болған кезде, сол кезде осындай нәрселер айтылады. Сол үшін бұл жағдайда қарау керек. Түсіністікпен дейді ғой. Саламатсыз ба, анамды қажылыққа апарғым келеді. Мен махрамсыз баруыма болады ма? Қараушысы есебінде әлде күйеу баласы махрам бола алады ма дейді. Күйеу бала махрам болғанымен елде, сапарда махрам бола алмайды. Сапарда махрам бола алмайды. Енді үшеуің бару керек боласың. Бірақ сен барасың, күйеуің барады, және мамасы барады. Бірақ негізі жасы үлкен кісіге мамаңызға махрамсыз да өз жерге кіргізе береді. Ал енді жас қыздар махрамсыз бару дұрыс емес деп айтамыз. Қазір жылы жаурап деген әскерлерді сатылып жатыр. Оларға маск тартуға болады деп қояды сатушылары. Шынымен де оларға маск тартуға болады ма? Аяқ жууға қиналып жүрмін. Иә, болады. Болатындар бар, оның жаңағы нелер де бар. Демонстрация су өтпейтіндігі, ішіне тіпті носки шұлықтың су құйып, шар сияқты бетсе су ақпайтындығы тағы бәрі көрсетілген. Ол бәрібір носки есебінде жүргенмен, носки сияқты көрінгенмен, сипаты солай өңірмен, оның жаңағы сапаты, яғни качествосы тура не сияқты, мәсіх сияқты, сондықтан одан проблем жоқ. Махрам деген не? Махрам деген некелесе алмайтын адамдар, туыстар, жақын туыстар, яғни некелесуге рұқсат етілмеген Алла Тағала тарапынан. Махрамнан қалғандардың бәрі намахрам болады. Мен болашақта отбасы құру дәрежесіне жетуім, осыған аға, менің болашақта отбасы құру дәрежесіне жетуім осыған тәуелді ме? 20 жаста айлық жұмыс әлі істеп көрмедім. Өз өмірімде өзгеріс
қалайым тіл сөз тек әрекеттер өзгеріс жоқ дейді. Сәл түсініңкіремедім енді, бірақ десе де ойыңыздағыны шашыраңқы жазғасыз, ойыңызды жинақтап жазсаңыз жауап беретін едім. Бірақ менің түсінгенім сіздің айтқаныңыздан, адамды өзгеру үшін бірінші ойлану керек. А ойлану үшін бірінші не істеу керек? Орнынан тұру керек. Сондықтан ары қарай әрекетке алып барады. Сол нәрсенің бәрін ойланып, өзіңізге қарау керек. Үйде жатырмыз, нерв болып, 4 қабырғаға қамалып, сізді байқап қалсам, есімді жинап қалам дейді. Алла жеңілдік берсін алтыным. Почему ты так делаете дейді. Не понял? ПМС кезде тахаджуд намаз оқуға бола ма? Вообще намаз оқуға болмайды. Қызым намаз оқып жүреді, кейін оқымай қоя салады дейді. Түсіндіру керек, дұрыс емес екендігін. Бөлелерге үйленуге бола ма? Болмайды. Аға жауап беріңізші өтініш. Ағалы қарындас бар деп есептейік. Ағасының немересі мен қарындасы жиен немересінің некесі қалай болады? Олар шариғатқа қайшы ма? Негізі шариғатқа қарсы емес, бірақ біздің салтымызға қарсы, біздің дәстүрімізге қарсы, ұлттығымызға қарсы, ағайындығымызға қарсы, ортасында ұрысып қалатын болса, бүкіл туған туыстың ортасына проблемалары айтылып, екі семья, екі туысқандар ортасы бұзылып кетеді. Сондықтан шама келгенше алыстан үйленудің мәні де, мағынасы да, және денсаулыққа пайдасы да, медициналық тұрғыдан да бұл нәрселер алыстан үйленгені жақсы. Жер бетінде енді адам қалмай қалып, сондай бір қиыншылық жағдай емес қой бізде, сол үшін бөлек болғаны жақсы. Ата-анаммен барсам бола ма, жұбайым қазір бармайым дейді. Болады, конечно. Енді ата-анаңмен бар үшін әйеліңмен сұранбай, әйелінен сұранғандай болып тұрсың да сен. Еркек адамсың ба, еркек өзі шешеді. Кіммен барады, әйелімен бара ма, шешесімен бара ма, тоқалымен бара ма, ол еркек, ол өзі шешеді. Сен не сөз, әйелімен барсам бола ма деген. Сәсеттің әйелімен барайын деп отқан жоқсың сен. Сен сәсеттің әйелімен барайын деп едім, мені рұқсат бересіз бе деп менен сұрасаң айтам. Сәсеттің әйелі емес қой, сен әйелің ғой. Сондықтан өзің барасың. Келесі десе мен барам, сен үйде отыр, мен әке-шешемді апарып келемін дейсің, бара бересің, болды. Ол сен, еркексің сен. Алла сені Құранда көтерген. Ар-риджалу қауамуна ален ниса. Еркек әйелді басқарады деген. Ұрмай, соқпай, ақылымен, даналығымен, мықтылығымен, өжеттігімен, дүние тапқыштығымен, болмысымен әйелді басқарады. Сен отырсың, әйелмен барсам бола ма деп. Жоқ жаным, жігітсің сен. Жігітпін, еркекпін мен деген өлең жаттап ал. Кішкене дұқ береді. Одан кейін жаңағы ұрма әйелде, ұрма. Сен сөйтіп айтсаң, әйелің айтады, неге мен бармайым, неге ол бармайым дейді, көрмесің, соң барам дейді түстен кейін. Соң түстен кейін барам десе, апарайын таңға ояныңыз, бармайым десе, апармайсың, жындап кетесің олай. Болмайды, сен бір шешіміңді айт, болды, осылай болады деп болды. Сен еркексің. Солай жан. Кластасым үйленгелі 30 жыл болды, некесі қиылмаған, некесін қидырса бола ма дейді. Болады, жақсы болады. 9 жасар қызым қайтыс болған еді, неге түсіме кірмейді? Дұға қылып қойыңыз, иншалла кіреді. Оны кіргеннен өзіңіз өкініп қалуыңыз да мүмкін. Сондықтан қайырлысы дұға қылып қойыңыз. Күйеуім күйеуіме, ашумен кет деген сөзді кешірмей кетіп қалды. Кешірім сұрасам кешірмейді дейді. Официально неке жоқпыз дейді. Кешірім дейді. Кешірім сұрасам кешірмеймін дейді. Официально да жоқпыз. Бар аяғына жығыл енді. Соны некеге айтып тұрамын сен менде. Официально некеге тұрып алыңдар. Сенің қазір онымен тұруың өзі шариғатта зина деп айтылады. Неке жоқ болса дұрыс емес. Не официально да жоқ екенсіңдер, не мұсылманша да жоқ екенсіңдер. Сондықтан енді әйелдің кет деген сөзіне еркек кете беретін еркектің жүрегі кішкене нәзіктеу еркек екен, сен еркегің, сен айт, сен мужчинасың деп оған, уверенность бер оған. Сен мужчинасың, сен отағасысың, сен деген ойбай, сенсіз өмір сүре алмаймын деп айт. Сөйтіп кішкене дұқ беріп, мотивация берсең қайтып келеді. Сосын кешірім сұра. Приснилась бабушке. Двоюродная говорит, прошло 130 дней с моего ухода, спрашивает, почему меня не навещаете. Правильно говорить. Само по себе слово навещание не говорит о том, что навещание не подразумевает слово, знаете, именно прихождение возле кладбища. Да? Само по себе навещание, значит, у этой бабушки, соответственно, были такие моменты, допустим, сыновья, либо родственники, либо сестры, либо братья, из которых вы долго не навещали. Это тоже это охватывает. Монголиядан сәлем дейді. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Құдай боласа берса, осы сәл бір айдың көлемінде Монголияға барамыз деген ойымыз бар. Көп шақырып алып жатырмыз. Қазір
келісіліп жатыр. Бұйырса Монғолияға барып сіздермен кездесу өткіземіз бұйырса. Алдымыздағы ертеңдері біз Стамбул қаласында кездесу өткіземіз. Одан кейін Стамбулдамыз қазір. Одан кейін Испания, одан кейін Германияда болады, екі қаласында, Берлин мен Мюнхенде. Одан кейін Берлиннен кейін Құдай бұйырса біз Швейцарияға барамыз. Швейцарияда екі қалада, одан кейін Францияда, содан кейін Италияда болып, Құдай қаласа Ватиканменен, Құдай қаласа содан елге қайтамыз деген сондай сапар бар. Азан шақырып ат қойып бере аласыз ба? Қанша болады дейді. Акция жүріп жатыр. Акция, срочный акция жүріп жатыр. Кел, қойып береміз. Бірақ енді кейінірек кезінен жақсы шығар, үлгеретін бе, үлгермейсіз бе? Толғақ кезінде қандай сүрелерді оқуға болады дейді. Любой сүре оқи бер қарындасым. Өз толғақ кезде аузыңа не түседі бәрін оқи бер. Қарғыс оқыма, күйеуіңді боқтама, оңбағансы болшы деп. Бірақ әйтеуір аузыңа түскен бәрін оқи бер. Бірақ оқыған осы екен деп шыңғырып оқып, ана жерде родильный залда бәрі босанып, сенен басқасы, сен толғатып жатсаң, отырып оқып отырма, енді жерде де отырып дауыстап. Бәрі босанып шыңғырып толғатып жатса, сен отырып алып, әлхамдулилля